Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Сабағымыздың тақырыбы менің бабаларым қыпшақтар. Бүгінгі сабақта қыпшақтардың қалай өмір сүргенін, немен айналысқанын білесіңдер. Қыпшақтар қазақ халқының басқа да түркі халықтарының негізін құраған ежелгі тайпа. Қыпшақ қазақтың орта жүзін құрайтын негізгі 6 тайпаның бірі. Қыпшақ руы қазақтың құрамында болды. 12 ғасырдың басында қыпшақтар Алтайдан Дунайға дейінгі ұлы далада билік жүргізді. Қыпшақ даласын картадан тауып көріңдер. Қыпшақтар 11-12 ғасырда Дунайдан Алтайға дейінгі созылып жатқан кең байтақ аумақты қоныстанып, әлемдік өркениеттің дамуына зор үлес қосты. Бұл жерлер Қыпшақ даласы деп аталды. Түркі тайпаларының ішіндегі саны жағынан ең көбі қыпшақтар болды. Қазіргі таңда осы аумақта қазақтар, башқұрттар, құмықтар, балқарлар, қарашайлар және тағы да басқа ұлт өкілдері өмір сүріп жатыр. Көшпелі қыпшақтардың баспанасы киіз үй болды. Көктем, жаз және күз мезгілінде қоныстан қонысқа көшіп жүруге қолайлы құрама үй. Ендеше балалар, бейне материалға назар аударыңдар. Сен киіз үйдің 2000 жылдан астам тарихы барын білесің бе? Тарихи жазбаларға сүйенсек, біздің ата-бабаларымыз қысы-жазы киіз үйде отырған. Біздің заманымыздан бұрын 105 жылы қазақ еліне ұзатылған Қытай ханшасы өз еліне сәлемдеме ретінде жіберген Аққу әні деген өлеңінде дөңгелек үй туырлық там орнына ет жеп айран ішеді ас суына депті. Яғни, сол кездегі қазақтардың өмірін суреттеген Қытай ханшасының сағыныш әніндегі дөңгелек үй бүгінгі біз қолданып жүрген киіз үй екенінің дәлелі. Балалар, бейне материалдан киіз үйді көрдіңдер. Киіз үй көшетін кезде жиналып, түйеге артылады. Киіз үйдің үлкендігі оның иесінің дәулетіне байланысты. Үйлер оюланып, безендірілген. Қыпшақтар қазақтардың арғы ата-бабалары. Олар мал шаруашылығымен айналысып 4 түлік өсірді. Байлық жылқы санымен өлшенді. Саяхатшылар қыпшақтар түйе, ірі қара, қой мен ешкі, жылқыға өте бай. Оларда жүк таситын мал өте көп. Біздің ойымызша бүкіл әлемде мұндай байлық ешкімде жоқ деп жазды. Бұл даланың ерекшелігі сонда, шөбі малға арпа орнына жүреді. Басқа елдерде мұндай ерекшелік жоқ. Онда малдың көптігі де сондықтан деп жазды. Қыпшақтарда қыста жаюға неғұрлым бейімделген жылқы мен қой болды. Олардың мал шаруашылығында ет пен май қорын тез толтыратын қой шаруашылығының маңызы зор болды. Сондай-ақ қойдың жүні мен терісінен жылы киім дайындалды. Құжаттарда қыпшақтардың жылқылары басқа елдерде жоғары бағаланғандығы және Үндістанда Қыпшақ даласынан әкелінген жақсы жылқы үшін 500 алтын динар төленгендігі туралы жазылған. Қыпшақ жылқыларының қымбат бағалануының себебі неде? Олар қандай қасиеттермен ерекшеленді? Ойланып көріңдер. Даланың жылқылары ерекше төзімді, жүйрік болған. Қыпшақтар сонымен қатар егіншілікпен де айналысқан. Олар тары, бидай, арпа, тағы да басқа дақылдарды өсірді. Оларда егістіктің көлемі өте шағын, бидай мен арпа аз себілді. Сонымен қатар, саяхатшылар қыпшақтардың тарыны көп пайдаланғандығын жазды. Тарыдан қандай тағамдар дайындауға болады? Естеріңе түсіріңдерші. Иә, балалар, тарыдан сөк жасайды, жарма, көже дайындайды. Қуырылған сөкті сүтпен, маймен жеуге болады. Қазақ тілі Қыпшақ тілінің негізінде пайда болды. Түркі дәуірінде Қазақстанда өмір сүрген ру тайпалардың түркі тілінде сөйлегендігі толығымен дәлелденген. Алайда, тіл ғылымының зерттеулеріне қарағанда, негізгі түркі тілдес қарлұқтардың, қимақ қыпшақтардың, оғыздардың, ұйғырлардың, қырғыздардың, тағы да басқа ру тайпалардың өздеріне тән диалектілерінің бар екендігі анықталған. Кестедегі сөздерді салыстырып көрейік. Қыпшақ тілінде с әрпінің орнына, мәселен, тас, бес деген сөздерде ш әріпі қолданылған. Тасты таш,
5-ті 5 деп айтқан. Сөздің басында ж әрпінің орнына и әрпін қолданған. Орыс тілінде қыпшақ сөздері көптеп кездеседі. Олар ақша, қамшы, қарақшылар, басшы, батыр, барабан, кебіс, қорған. Қыпшақ жазба ескерткіштері әдеби тілде және ауызекі сөйлеу тілінде жазылған. Жергілікті халық тіліндегі ескерткіштер Қожа Ахмет Яссауидің Диуани хикметі, Сүлеймен Бақырғанидың хикметі және тағы да басқа жазбалары бар. Ресейді қыпшақтарды сары қыпшақ деп атаған. Қазақтардан басқа тағы қандай халық түркілердің қыпшақ тармағынан тараған? Өзбектер, қырғыздар, қалпақтар, татарлар, башқұрттар, қарашайттар. Балалар, қыпшақтардың ұлттық киімдеріне тоқталып өтейік. Ер адамдар бас киім, шапан, шалбар, етік, белбеу, бешпент кисе, әйелдер бас киімдерінің төбесіне үкі қадап, көйлек, камзол, етік киген. Сонымен қатар айна, тарақ, сөмке пайдаланып, әшекей бұйымдар мен белдік таққан. Балалар, тапсырмаға кезек берейік. Бос орындарды толтырыңдар. Мұқият ойланыңдар. Түркі тайпаларының ішіндегі саны жағынан көбі қыпшақтар болды. Олар Алтай таулары мен Дунай өзендерінің аралығында қоныстанды. Бұл жерлерді Қыпшақ даласы деп атады. Қазақтардың арғы ата-бабасы қыпшақтар көшпелі мал шаруашылығымен айналысты. Олар түйе, жылқы, сиыр, қой, тағы да басқа үй жануарларын өсірді. Қыпшақтар жерді өңдейтін. Олар тары, бидай және арпа өсірді. Қазақ шежіресінде Қобыланды батыр Қыпшақ елінен тараған. Ол туралы Мұхтар Әуезов Қобыланды батыр кітабында айтып өткен. Батырлар жырының тағы бірі Қара Қыпшақ Қобыланды батыр жыры. Қыпшақтың аса қадірлі әрі ауқатты ақсүйек байы Тоқтарбайдың айналасына әмір жүріп тұрған шақ. Жаз болса, аққу қазы ән салған Қаздыкөлдің жағасын жайлап, ал қыста шөбі қалың Қараспан тауының етегін қоныс етеді. Шаруасын шалқып, арасы тасыған бай басқа жұртқа ашкөз, дүние қоңыз болып көрінгенімен, алыс жақын көршілеріне барын беріп, жоқ жітіктің жыртығын жамаудан малын аямайды. Егіздердің есімі Қобыланды мен Қарлығаш. Бір-бірінен аумайтын бір кіндіктің төлдері тел өседі. Қарлығаш иненің көзінен өткен сұлу болса, Қобыланды қарымды, қайратты, өжет болып өседі. Бала кезінен ат құлағында ойнаған ол Құралайды көзге ататын мерген болған. Аңға шыққан кездері ешқашан қанжығасы майланбай қайтпайды. Бір балаға зар болған қарт атананың дүниеге келген жалғыз ұлы күн санап емес, сағат санап өсіпті деген тылсым кез келген ұлттың аңыз әпсаналарынан кездеседі. 1941 жылы қазақ эпостық жырларын зерттеумен айналысқан орыс оқымыстысы Орлов қазақтың батырлар жыры мен орыс ертегілерінде осындай ұқсастықтың барын анықтайды. Оның айтуынша, қазақтың Қобыланды батыры мен орыстың Илья Муромеці бір типтегі кейіпкерлер. Екеуі де ел үшін, туған жер үшін күрескен батырлар. Қобыландының рухтылығы сонша, бала күннен ақ ауылында оған тең келетін тірі пенде болмайды. Балалар, сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта қыпшақтардың қалай өмір сүргенін, немен айналысқанын білдіңдер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.